Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті көрермен, Алла Тағала бүгінгі қасиетті жұма күнімізді хайырлы берекелі етсін. Осы қасиетті жұма күндері тілеген дұға тілектерімізді, жасаған ізгі амалдарымызды, қылған ғибадат құлшылықтарымызды, берген игі ізгі садақаларымызды Алла Тағала өзінің разылығымен қабыл етсін. Және бұл дүниеде, ақиретте жақсылыққа жеткен, берекеге ұласқан құлдардың қатарынан болуымызды Алла баршамызға жазсын және нәсіп қылсын. Міне бүгін қасиетті жұма күні келесі кезекті тізім бойынша Құран бағыштау. Енді сіз бен біз өмірден өткен ата-бабаларымыздың, ағайын туыстарымыздың, жақындарымыздың артынан Құран бағыштағыңыз келсе, онда төменге хатым сөзін жазып кетіңіздер. Кезегі келген кезде сіздің де өмірден өткен тума туыстарыңыздың, ата-бабаңыздың артынан Құран бағышталып, және олардан Алладан рахым, мейірім тілеп, артында қалған ұрпақтарына мәнді де мағыналы Алла өмір бер деп дұға тілейтін боламыз. Енді біздің кезекті Құран хатымыздың тізімінен атын айтып Құранымызды бағыштайтын боламыз. Алла Тағала осы қасиетті жұма күндері көптеп дұға етеміз, садақа береміз, жақсылық жасаймыз, барынша қолдан келгенше жақындарымызға, туыстарымызға жәрдемдеріміз бергіземіз. Осы амалымызбен Алла Тағала ертең ақиретте жүзімізді жарық қылып, амалдарымызды қабыл ететіні ол сөзсіз. Енді адам баласы дүниеге келгеннен кейін бір жақсы амалға, жақсы істерге жаны құмартып тұрады. Ол жанның құмартып тұру үшін біздер әрқашан бірінші Құранға қарауымыз керек, Құранды көбірек оқуымыз керек. Бұл Құранның мағынасын біз түсінбесек те, бұл Құран біздің жүрегімізге шипа, біздің жүрегіміздің тыныштығына жақсы әсерін тигізетін амал. Тек біздің тарапымыздан бұл Құран расында менің жүрегіме шипа. Бұл Құран расында менің өміріме береке. Расында бұл Құран маған бұл өмірдегі бағыт-бағдарды, жақсы мен жаманды, бақыт пен бақытсыздықтың ара-жігін ажыратып беретін бұл маған Құран деп шынымен сенетін болсақ, онда расында бұл Құран біздерге тура жол. Өйткені Ихдина сиротал мустақим дейді ғой, баршамыз білетін Фатиха сүресінде. Алла Тағала өзіңнің тура жолыңа бізді баста деп. Сол тура жолға бастау үшін біздер Құранды оқу керекпіз. Және оны жай ғана оқып қоймай, шынайы жүрекпен ұғынып түсіну керекпіз. Сол кезде Алла біздің өмірімізге береке береді. Сол үшін мына біздің дәйім қосымшасы тұрақты амал жасау үшін, тұрақты Құран оқу үшін, және оны Құранның қазақша мағынасында оқу үшін біздерге берілген мүмкіншілік. Осы нәрсені оқысақ, онда біздер үздіксіз жаймен жақсы берекелі амалдарға ілесетіміз сөзсіз. Тек үздіксіз аз-аздан істейді. Мысалға, біз жан дүниемізді бүйтіп айтамыз ғой. Мысалға, жұмысқа келесіз, 5-6 сағаттық жұмысты жасап тастайсыз да, 2-3 күн бір жеті жұмыс істегіңіз келмей, жұмысқа зауқыңыз болмай жүреді. Неге? Өйткені сіз бір күнде 5-6 күннің жұмысын істеп тастайсыз. Ал кім күнде үздіксіз 1 сағат жұмыс істеңіз, 1 сағат жазыңыз, 1 сағат белгіленген жұмысты бітіріңіз, келесі күн тағы жалғастырыңыз.
Ал сөйтсек, онда ол біздің жан дүниемізге де жеңіл, өзіміздің ақылымызға да жеңіл, және өмір сүруге де жеңіл. Ал барлық жұмыс үйіп төгіп бір күнге қойып тастайтын болсақ, онда қапылыстың үстінен қапылыс. Өйткені бәрімізде жан-жағымызда туыс бар, бәріміздің жан-жағымызда дос бар, бәріміздің жан-жағымызда шақыратын әрбір қонақтарымыз бар, я үйіңізге шақыратын қонағыңыз бар. Сол кезде біз әр нәрсеге үлгере алмай қалуымыз мүмкін. Сондықтан амалды аз-аздан үздіксіз жасауымыз керек. Міне дәйім қосымшасы, бұл Құран оқу арқылы үздіксіз амал жасай аласыз, және садақа беру арқылы үздіксіз амал жасай аласыз. Бәлкім 10 теңгеден, бәлкім 100 теңгеден, ол біздің өзіміздің жан дүниеміздің көтере алатын жағдайына қарай. Сондықтан Алла әр амалымыздың жеңіл және берекелі, хайырлы болуын нәсіп қылсын. Енді кезекті тізім бойынша Құран хатымызды оқып бастаймыз. Алла тағала бұл өмірде өткен кісілерді тек рахымына, мейіріміне алсын дейміз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم аса қамқор ерекше мейірімді Алла тағалам қасиетті жұма күні қасиетті Құран-ы кәрімнен болған қасиетті аяттардан болған сауаппен ең әуелі ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның және де арнайы Ғаниұлы Қарасай, Бибалаұлы Асылбек, Шаяхметұлы Есімхан, Төлентайұлы Нұрлан, Төлентайұлы Нұрсұлтан, Қалиясұлы Жекебай, Жәкей қызы Білезік, Абылай қызы Орынкүл, Абылайұлы Ержан, Абылайұлы Нұржан, Отан қызы Құралай, Әлменұлы Бауыржан, Әбдірахман қызы Сәлия, Исмайылұлы Есіркеген, Нұғман қызы Орынгүл, Төреәліұлы Нағашыбай, Оразалы қызы Әлия, Әжіғалиұлы Көшен, Бекпентович Орынбасар, Бәкірұлы Балтабай, Сәлімбай қызы Рахила, Әсмет қызы Перизат, Жүніс қызы Ташқыз, Сенбіұлы Оразбек, Садуақасов Бақош, Садуақасов Жарқынбек, Бақошұлы Тоқтансынұлы Еркін, Қамбар қызы Күләжан, Екібайұлы Сәндібек,
ұлы Мырзағали Мұхамбет Бақи баласы Қуандық, Медетова Нұржан, Маржан Арғынқызы, Шынтай ұлы Амантай, Тақпанбай ұлы Рахымғазы, Байболсын қызы Мәкәрбәну, Сәбит Ордабек ұлы, Қарила қызы Құралай, Әбділхан ұлы Алмаз, Рамазан ұлы Абдулла. Алла тағала есімі аталмаған кісілердің рухтарына бағыш ет, жатқан жерлерін жайлы, топырақтарын торқы ет, қараңғы жерін жарық ет. Алла тағала осы өмірде істеген жақсы игі амалдарын, берген азды көпті садақаларын, жасаған сауапты істерін қабыл етіп, жәннат төріне орын бер. Алла тағала өзінің мейірімінде, пайғамбар шапағатында, Кәусардың тұрағынан нәсіп қыл. Алла тағала бұл өмірде істеген әрбір берекелі хайыр амалдарын қабыл етіп, жәннат төріне орын бергейсің. Артында қалған бала шағаларына, ұрпақтарына, тума туыстарына, дендеріне саулық, отбасына аманшылық бер, істеріне, кәсіптеріне береке бер. Алла тағала осы артында қалған ұрпақтарының Құран бағыштатып, игі жақсы амалдарды істеп, ата бабасын еске алып жатқан ұрпақтарына хайырлы да берекелі ғұмыр бер, тілеген дұға тілектерін қабыл ет, жасаған ізгі амалдарын, берген хайыр ықсан садақаларын, оқытқан Құрандарын Алла тағала өзінің разылығымен қабыл еткейсің. Тіл көз, бәле жәле, қауіп қатер, ауру сырқаудан аман есен сақтағайсың. Ұрпақтарының тілеген дұға тілектерін, жасаған ізгі амалдарын өзінің разылығымен қабыл етіп, бұл жұма мен келесі жұманың арасын берекеге, хайырға, жақсылыққа толтырғайсың. Міне осылай кезекті тізім бойынша өмірден өткен ата-бабаңыздың, жақындарыңыздың атынан Құран бағыштап, Алладан рахым, пайғамбар саллаллаху шапағат тілейтін боламыз. Алла тағала баршаңыздың өміріңізге хайыр береке берсін. Біздің кезекті тізіміміздің уақыты бітті. Енді сәлден кейін келесі толықтай Құран хатымының сауабын бағыштайтын боламыз. Бүгін Алла қаласа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның рухына арнап толықтай Құран хатымның сауабын бағыштайтын боламыз. Сол хатымға толықтай қатысып, хатымның берекесіне, хайырына қатысуға үлгеріп қалыңыздар. Алла тағала өмірлеріңізге береке берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.